Сәлем достар, бізбен ойын арнасына қош келдіңіздер. Қазір мен бүгін мынандай пантограф алдым микрофонға. Соны бүгін распаковка жасап, көрсететін столға қойып қоятын боламыз осы жерге. Оны мен неге алдыңыздар дейсіздер ғой, иә? Мен бұны алдым, мына менің бұрынғы ескі микрофоным міне. Ойындарды осы микрофонмен, осы стойкамен түсіретінмін. Мына стойканы столдың ар жағына қойып қоятынмын. Сосын ол кішкене ыңғайсыз болып тұрды да, мысалы. Немес регулировкашысы онша емес дегендей. Короче, не болды, стойка ғой. Пантографпен уже бізге ыңғайлы болады. Любой жерден столдың шетіне қойып, мысалы, уже регулировкасы бар в общем. Соны қазір ашып көрсетемін, қалай болатынын. Негізі мынандай пантограф, Братак деген фирмадан. Негізі жақсы сияқты меніңше. В общем, микрофон, ауыр микрофондарды ұстайды. Менің микрофоным мынандай, мен Scarlett деген, Scarlett Studio. Соны қазір қараймыз, распаковка жасап. Көрейік не басынан. В общем, солай. Мына жерде арғы жақта көріп тұрғаныңыздай менің компьютерім. Бұл компьютерде қазір бұрын видеокарта тұрды ғой. GTX 1050 деген. Қазір оны алып салдым, мен ескі компьютеріме қойып қойдым, мен ескі компьютерім қараңыздар. Мына жерде тұр, короче. Соның ішінде GTX 1050 тұр. Мына компьютерде қазір астында компьютерде ойнайтын видеокарта болмай тұр. Бірақ жақында видеокарта аламын деп ойлаймын. В общем, қараңыздар, достар, мен алып шықтым. Мен мынандай, оған бәрін ысытып қояйын бізге. Киімнің ішінде не бар екен? Мындай зықтары бар. Мындай бар, инструкциясы ғой. Так, в общем, все, басқа ештеңе жоқ ішінде. Арғы жаққа ысырып жіберейік, Братак екен. И мынаны құрып көреміз енді. Негізі не айтсам екен, мына ауыр, мысалы мына струбциясы, мына жерде резинкасы бар, столды нетпеу үшін, қажамау үшін. Жалпы негізі мына струбциясы мысалы ауыр, мен қолға уже бірден ұстаған кезде уже сезіліп тұр. Мынандай тағы бір мәселелер бар екен. Көреміз, білмеймін енді, пантографта негізі болған жоқ, менде ешқашан пантограф. Осы стойка тек бір болған бұрыннан. Пантографты құрып көрейік, ыңғайлы болу үшін. Қатты шаршап кеттім бұрмал стойкамен бар. Қайта-қайта қозғалтасың. Ол столдың ар жағында тұрады мысалы. Так, несі бар екен мына жерде? Мындай клипсы ма? Несі қой мынау. Бұрайтыны, да, короче. В общем, пантографтың өзі мынандай. Не қараңыздар. Негізі әдемі екен, қап-қара черный. Ух ты, ничего себе, мына өзі несі бар екен ғой. Ничего себе. Қазір тұратыңыздар. Так, микрофон орнататыным. Достар, мен орнаттым мына жерге. Столдың мына жеріне қойдым мен. Астын бұранда мен струбциямен орнатылар. Сосын провод неден кетеді, іштен кетеді. Мына жақта нелер бар, заглушкалар бар. Мына мен қазір жауып тастаймын. И, в принципе, вот чуть-чуть шығарып қояйық провод. Да? Мына жағы асты емес пе? Мына жағынан істейші. Бүйтіп. Бүйтіп сөйтіп жасаймыз. Оп. Все, мне красавчик. Короче, пантографымыз дайын мына жерде. Міне микрофон әртүрлі бұрылады. Баяғыда стойкамен ё-моё қиналып кетедім. Анау қазір нормально екен. В общем, осылай не. Пантограф Братак деген өте ыңғайлы, стильный очень, да? Прям стильный тұр, да? Негізі ыңғайлы болды, енді осы пантографпен серия ойын түсіремін. Көрсе болыңдар.